жақсы оқушылар, мінекей бүгінгі сабаққа өте жақсы көңіл күймен келіпсіз, иә? Жақсы оқушылар, бүгін сабағымызды бастамас бұрын бірінші топқа бөлініп алайық, иә оқушылар? Мына жерде мен сіздердің аттарыңызды жазып қойдым. Енді қазір осы жерден екі топқа автомат түрде рандомс деген платформа бар, соны қолданып екі топқа бөлеміз. Разделить дегенді басып, автомат түрде мінекей бірінші топ, екінші топқа бөліп берді. Нұрай, Айнара, Дана, Диназ бірінші топ, Дана, Айкөркем, Сая екінші топқа бөліне қойып. Диана, Айкөркем. Бірінші топ мына келе ғой, екінші топ артқа бара қойып. Жақсы оқушылар, біз сабағымызды бастамас бұрын сіздерге қазір алдарыңызға бағалау парағын беремін. Осы жерге неше сұраққа жауап беріңдер. Қай сұрақ, мысалға, үй тапсырмасына 2 балл. Одан кейін үй тапсырмасы бар, тапсырмалар бар, әрқайсысына жауап берген оқушы 2 баллдан қойып отырады. Бағалау парағын әрқайсысына тапсырам. Әркім өзіне бағалайды. Оқушылар экранға назар аудара қояйық, барлығымыз, иә? Қазір үй тапсырмасын қайталар, иә оқушылар? Латын әріптерінің комбинацияларымен белгіленеді. Бағандар қатары. Диназ. Бағандар қатары. Бағандар қатары. Қазір тексеріп көрейік. Бұрыста. Өте дұрыс, өте жақсы. Екінші сұрақ. Сандармен белгіленеді. Ол қайсысы? Жолдар. Диана. Жолдар. Жолдар. Қазір тексеріп көрейік. Өте жақсы. Келесі. Бағандар мен жолдардың қиылысуы не деп аталады оқушылар? Дана. Ұяшық. Ұяшық. Тексеріп қарайық. Өте жақсы. Келесі сұрақ. Екі немесе одан да көп ұяшықтардың жиынтығы не деп аталады оқушылар? Айнара? Ауқым. Ауқым деп аталады. Тексеріп көрейік. Өте жақсы оқушылар. Кестелі процессорлар құрылған және сақталған құжат не деп аталады? Айкөркем? Жұмыс кітабы. Тексеріп көрейік. Өте жақсы оқушылар. Үй тапсырмасына өте жақсы дайындап келген екенсіңдер. Енді осы жаңағы сұраққа жауап берген оқушылар өздерінің бағалау парақтарына бағалай қойын, өздеріңді. Жақсы оқушылар. Бағалап болдық па? Енді оқушылар тағы да экранға назар аударайық, иә? Енді қараңыздар, мына жерде қазір сіздерге анаграмма дайындап қойдым, оқушылар. Енді осы жерде адасқан әріптер бар, соны орындығына қояды. Кім шығады? Диана шығады, келе алды. Бірінші? Қандай сөз шықты? Электронды отырады. Жақсы. Жақсы. Келесі. Кім шығады оқушылар? Кім шығады? Дина шығады. Бірінші сөзіміз электронды деген шықты, иә? Екінші. Екінші кестелер дейді. Жасайды. Орындығына қоя ғой. Өте жақсы, отыра қойды. Электронды кестелер, иә? Тағы да бір сөз шығады. Яғни адасқан әріптерді кім орнына қояды, кім табады? Сая келе ғой.
Qanday so'z chiqdi bu yerda? Aha. 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 Өте жақсы отырады. Келесі тағы бір адасқан сөз шығады, осыны орындығына қоямыз. Тағы да Айкөркем келе ғой. Жылдамдатамыз. Қандай сөз шықты Айкөркем? Шым деп өте дұрыс. Орындығына қоямыз. Өте жақсы оқушылар, отырамыз. Қандай сөз шықты оқушылар? Бүгінгі тақырыбымыз электронды кестенің элементтерін пішіндеу деген тақырып екен. Бүгінгі тақырыбымыз, жаңа тақырыбымыз. Бүгінгі сабақтың мақсаты электрондық кестенің элементтерін пішіндеу. Енді оқушылар сіздерге қазір жаңа сабақты түсіндіру барысында мен YouTube каналыма бүгінгі сабақты жүктеп қойдым. Қазір компьютерге отырып, құлаққапты тағып, видео сабақты қарай қояйын. Отырамын. Мен YouTube каналында арасында білесіздер ғой оқушылар. Бұл сабақты видеоны жүктедім, соны қарап шығарып. Бәрімізде интернет бар, компьютерді аша қояйын. Құлаққапты тағамыз міндетті түрде. Аудио естіп тұр ма қыздар? Иә.
Су толып жатыр ма оқушылар? Естіліп жатыр ма бәрі? Болса, ортаға жиналамыз оқушылар. Видеоны көріп болса, ортаға жиналамыз ya. Бүгінгі видео сабақ түсінікті ме сіздерге? Бүгінгі видео сабақта не түсіндіңіз оқушылар? Ұяшықтардың форматтау терезесі 6-6 контракты. Өте жақсы, иә. Ұяшықтарды форматтау терезесі неше бөлімнен тұрады? 6 бөлімнен тұрады екен, иә. Кім айтады? Қандай түрлері бар? Дәм айтады. Оның 6 түрі бар: сан, туралау, қарап, шекара, бояу, қорғау. Өте жақсы. Дұрыс па оқушылар? Иә. Видео сабақта қарап шықты, иә. Және де сіздерге тағы да бір сұрақ. Егер ұяшықтың ішіне сөздер жазасыңдар, иә, әріптер. Сол әріптерді өшіру үшін перне тақтаға қандай пернені басам, немесе редакциялау бөліміндегі қай батырманы басамыз? Кім айтады? Айта ғой жетасыз. Перне тақтадағы дерек батырмасын немесе редакциялау бөліміндегі кетіру батырмасын. Өте жақсы оқушылар. Бүгінгі видеода осы жайлы айтылды, иә. Тағы да бір сұрақ қойғым келіп тұр оқушылар сіздерге. Егер де дейді, ұяшықтың ішіндегі мәліметтерді екінші ұяшыққа көшіру үшін перне тақтада қандай пернені басам, немесе жаңағы қандай батырманы басамыз? Көшіру үшін. Айта ғой. Өшіру немесе Ctrl+X басамыз. Өте дұрыс, өте жақсы оқушылар. Енді осы алған білімімізді оқушылар, иә, практика жүзінде көрсетеміз, иә. Қазір сіздерге алдарыңызға жеке жұмыс беремін. Сол жұмысты орындап, кім бірінші орындап болса, сол тақтаға шығып жазады, иә. Қазір сіздерге алдарыңызға карточка таратамын, иә. Яғни бұл жеке жұмыс, иә. Әрқайсыңыз дәптерге орындайсыңыздар. Кім орындап болса, сол бірінші тақтаға шығып орындайды, иә. Бұл жеке жұмыс бар. Осы дәптерге орындаймыз. Бұл жерде қазір сіздерге шағын түсіндірейін, иә. Қалай орындап керек жолын. Бұл жерде оқушылар, бұл жұптық, яғни жеке жұмыс, иә, кодтау әдісі арқылы өнер білім бар жұрттар тастан сарай салғызды. Айшылық алыс жерлерден көзіңді ашып жұмғанша жылдам хабар алғызды дейді. Бұл жерде оқушылар, яғни осы сөздерді сіздер кодтайсыңыздар қазір. Мысалға, ең басында қандай сөз шығып бізде? Өнер деген, өнердің біздегі формуласы қандай? Қай жерде тұр? Өнер деген. Оқушылар. Енді ары өздеріңіз осылай барлығын реттеп жазып шығасыздар дәптерге. Сосын болған оқушылар жаңағы тақтаға шығып формуласын жазады, иә? Кодтарын жазады. Тапсырма түсінікті ме сіздерге? Иә. 5 минут уақыт беріледі.
Болды. Хорошо. Хорошо. Ана жерге формуласын жазып алайық. Дәптеріңді алып келіп, бірінші тапсырманың жауабы қандай? Соны мына жерге жазамын. Мына жерге жазамын. Бірінші жазамын. Бірінші өнердегі қайда тұр? Ой, жазамын, мына жерге астына жазамын. Біріншісі оқушылар өнер деген ой екіде тұр екен, иә? Одан кейін екінші А2-де не тұр бізде? Сызықша тұр, иә? Одан кейін өнерден кейін сызықша. Сосын қандай сөз тұр бізде? Білім деген бізде қайда тұр? С3-де тұр екен. Одан кейін білім бар деген сөз ол А3-де тұр. Одан кейін жұрттар деген С2-де өте тұр. Ол Мадина? Өте жақсы, мен бағалау парағыма қоя өзім бағалауды екі. Так, келесі оқушылар кім болды тағы да? Іңкап келе ғой. Екінші асқа ризалым. Ағылшын тілінде қойды. Жоқ, болды, жаза бер. Әріптерін қайсысы? Тастан сарай салғызды. Тастан деген нешеде тұр оқушылар? А1-де. А1-де тұр, иә? А1 деп жазамыз. Сарай. Өтір қоя ғой. Тастан сарай деген С1-де. Одан кейін Тастан сарай салғызды деген міне В3-те тұр. Өте жақсы. Келесі. Мына жерде мына жерде қателікте Д3 деп қойыпсың. Как деп осыны жөндей ғой. Бұл жерде салғызды деген қай жерде тұр? В3-те тұр. Сондықтан Д емес В болады, иә? Келесі оқушы кім шығар? Сая келе ғой. Келесі өлең жолымыз қандай бізде оқушылар? Айшылық деген ол қай жерде формуласы бізде? Д. Айшылық сосын қандай оқушылар? Алыс деген қайда тұр бізде? Алыс деген Б1-де тұр, иә?
Жерлерден деген қайда тұр бізде? Е бірде тұр. Келесі жол кіміміз оқушылар? Келе отырады. Ағылшын әрпінде. Келесі қандай бізде жол оқушылар? Өзіңді біле. Өзіңді ашып жұмыс. Жазал. Өзіңді д үште, иә? Сосын қандай сөз? Ашып дейді. Д бірде екен, иә? Сосын жұмбатша деген ол бір қойдың ба сықшаны? Дұрыс па? Дұрыс па оқушылар? Дұрыс. Келесі бізде соңғы жол қалды ма енді бізде? Давай келе. Бізде соңғы сөйлемнің соңғы қандай бізде? Жылдам деген бізде қайда тұр? Е төртте тұр. Одан кейін А төртте хабар. Алғызды деген ол Е үште. Өте жақсы оқушылар. Өте жақсы. Өздеріңнің жаңа тақта ашқан оқушылар бағаларыңды бағалау парағына белгілеп алу, иә? Жақсы оқушылар. Енді бізде тағы да практикалық тапсырма. Қазір компьютерге отырамыз оқушылар. Компьютерге отырып сіздерге қазір практикалық тапсырма беріп, соны компьютерге орындап шығасыздар. Екінші практикалық тапсырманы компьютерге орындаймыз. Астында тұр, иә? Бірінші тапсырманың астында екінші тапсырма бар. Бұл жеке жұмыс, компьютерге отырамыз, барлығымыз Excel программасымен жұмыс жасаймыз, иә? Бүгінгі жаңағы видеода түсіндірілгендей тапсырманы компьютерде орындап шығамыз, иә, оқушылар? Excel программасын ашамыз. Кесте құрамыз оқушылар. Жаңа видеода түсіндірілді ғой, иә? Кестені қалай құру керек? Оны алдыңғы сабақтарда өттіңдер, кестені қалай құру жолын. Excel программасын ашамыз. Ашқаннан кейін кесте құрамыз. Бұл жерде сіздерге тапсырма. Үшінші тапсырма. Бұл жерде суреттегі кестеге өзгерістер енгізу арқылы суреттегі кестені ал дейік. Деректе жазылған ұяшықтардың шекарасын белгіле. А1-ден С1 ұяшықтар аралығында 45 градусқа бұруымыз керек жазылған сөзімізде. Excel'ді ашамыз. Кесте құрамыз оқушылар. Кесте құрамыз. Апай. Аудиомыз. Практика тапсырма бер. Ашамыз. Жаңа видеода көрсетілгендей. Шын жаза аламыз. Апай. Ау.
сосын тағы біреу бар ғой. Жаңағыдай видеодағыдай мына жақтарын өту. Енді оқушылар қаңтар, ақпан, наурыз деген жаңағы жазылған сөзімізді, соны белгілеп алып, формат ячейканың ішіне барып 45 градусқа бұрамыз, сол жазылған 3 сөзімізді белгілеп аламыз. Белгілеп алып, формат ячейкаға барамыз. 3 сөзімізді белгілеп аламыз да, формат ячейкаға барамыз, болдым. Өте жақсы Диана, бірінші орында қойды. Өте жақсы. Отырып қазір. Белгілеп аласың. Үшеуін белгілеп аласың да, сосын формат ячейкаға барып, градусын бөліп аласың. Жаңа айттым ғой. Белгілеп аламыз, формат ячейкаға барамыз. Формат ячейкаға барамыз. Формат ячейкаға барамыз да, не істейміз? Мынаны түсінге ғой, өте жақсы оқушылар. Енді үшеуін белгілеп аламыз, сосын мешкінің оң жағын басып арқылы формат ячейка деген сөзге барамыз. Сосын 45 градусқа өте жақсы бір ай. Ай көркем өте жақсы. Өте жақсы оқушылар. Белгілеп аласың, белгілеп ал жаңағыдай. Белгілеп ал. Өте жақсы. Екеуін де белгілеп алып, солай істейсің. Енді болған оқушылар кітапта тапсырма бар, енді кітапта жұмыс жасайық. Кітаптарыңызда 64-ші бетте тапсырма бар, соны астына Excel бағдарламасына орындаймыз. Кітаптарыңызды ала қойыңыздар, 64-ші бетте тапсырма бар, тапсырма деп тұр, практикалық тапсырма. Оны компьютерге орындаймыз. Екінші листті ашамыз астына, Excel бағдарламасына екінші листті ашамыз, оқушылар. Сол жерге жаңа 64-ші беттегі тапсырманы орындай қоямыз. Диана өте жақсы, 2 балл. Мұрайға 2 балл. Өте жақсы, Айкөркемге 2 балл, өте жақсы. Іңкарға 2 балл. Айнараға 2 балл, өте жақсы. Дадаға 2 балл, өте жақсы. Окей, 2. Өте жақсы. Диназға 5 өте жақсы. Енді қара.
мынау жоғарысында ақ бар, мынау сәуір дегендер. Белгілеп аламыз үшеуін. Апай қайсы сесеміз? 64-ші беттегі тапсырма беттегі ғой, практикалық тапсырма, соны оқимыз компьютерде. Осы жерде сіздерге бағдар берген, иә, не істеу керек, соның барлығын қазір орындап шығамыз. Мысалға, жаңа бірінші тапсырмаға не қыл деген, А5 ұяшығына күз сөзін жаз дейді, жазылған сөзді ұяшықтан өшір дейді. Соны кітапта қандай бағдар берген, соны орындап шығамыз қазір. Астына екінші листке барамыз оқушылар, екінші листті ашамыз. Өте жақсы. Екінші листті ашамыз. Оқушылар астан екінші лист дегенді ашамыз, иә, ашқаннан кейін мына жерде тапсырма былай дейді. А5 ұяшығы деген қайда оқушылар? А5 ұяшығы дегеніміз ол, міне, А5 ұяшығы дегеніміз міне. Жол мен бағаның қиылысқан жері ұяшық деп айтылады ғой, иә? Сондықтан А мен 5, міне, А5 ұяшығы дегеніміз мінекей осы, иә? Енді осы ұяшығына қандай сөз жазамыз оқушылар? Күз деген сөзді жазып шығамыз, иә? Күз деген сөзді жазамыз. Сосын осы күз деген сөзді біз қалай кетіреміз оқушылар? Осы ұяшықтан өшір деп тұр бізге, иә? Жаңа видеороликте сіздерге түсіндіріліп өтті. Ұяшықтың ішіндегі жазылған мәтінді екі жолмен алып тастауға болады, иә? Ол қандай жол екен? Ол қандай жол? Бірінші пернетақтадағы делет батырмасын басамыз, иә? Немесе оқушылар редакциялау бөліміндегі жоғары жақта очистить деген не бар? Очистить деген кнопка бар, соны басқан кезде бізде жазылған сөзіміз не істейді? Өтуге кетіп қалады екен. Екінші іске орындаймыз. Не орындаймыз? Екінші іске орындайсың ба? А5 ұяшығына күз деген сөз жазамыз, иә? Жазамыз. Енді соны кетіп тастаймыз, иә? Сосын екінші тапсырма болыңдар. Өте жақсы оқушылар. Апай. Енді соны кетіп тастаймыз, иә? Күз сөзін жазасың, жазылған сөзді ұяшықтан өшіріп тастайсың. Өте жақсы оқушылар. Тапсырма түсінікті ма оқушылар? Оны алатында копировать етесің бе? Өте жақсы. Өте жақсы.
жақсы. Диана бірінші болды. 21 жылдың. Диана өте жақсы. Нұрай болып қалды. Айкөркем де болды. Өте жақсы Айкөркем. Іңкәр кішкене қалды. Айнара өте жақсы. Өте жақсы оқушылар. Маған жақсы орынға жатсыңдар. Екінші B5 яшығына 585-855 саны жазылған деректі E8 яшығына көшірдік па оқушылар? Копировать ставить етеміз. Одан кейін келесі тапсырма A7 яшығына 2021 жылдың қараша айы деп жаздық па? Бұл мәліметті түгелдей қиып B7 яшығына орналастырыңдар дейді. Орналастырдық па? Яғни біріншісінде бұл мәліметті түгелдей яшығына орналастырамыз, көшіріп алып, ал екіншісінде біз тек қана ол 2021 жылды не істейміз? Қиып аламыз, қиып алып, қайда орналастырамыз? B7 яшығына орналастырамыз. Келесі лист 2 бетті жаңа 2021 жылдың қараша айы дегенді көшіріп қай жаққа апарамыз? Лист 2 дегенімізде оқушылар екінші бетке өтеміз, Excel бағдарламасында екінші бетке өтемізді E10 яшығына орналастырамыз екен. Кім болды оқушылар? Айнара болды, өте жақсы. Дұрыс, өте жақсы. Дана болған екен, өте жақсы. Өте жақсы оқушылар. Бағалау парақтарына практикалық тапсырманы бағалап жібереміз, оқушылар. Бағалау парақтарына алыңдар. Әр тапсырманың қасына, 3 тапсырма орындарында сол тапсырмаға өздеріне балл қоятындар. Кім тапсырманы орындап болды, сол оқушылар жаңа тақтаға шықты. Жаңа ең басында айтып өттім бұл сабақты. Үй тапсырмасына екі балл, әр тапсырмаға 2 баллдан қойып отырамыз, сонда ең соңында баллдарын шығады. Нұрай отыра ғой, өте жақсы. Айкөркем өте жақсы, отыра ғой ортаға. Іңкәр отыра ғой ортаға, өте жақсы. Ортаға отырамыз оқушылар, өте жақсы. Бағалау парақтарымызға бағалап жіберейік, өте-өте. Бағалау парағын жылдамдықтан бағалаңыз, сосын маған бере қойып бүгінгі сабақта неше алған балдарын мен айтам қазір. Бола ғой оқушылар. Өте жақсы оқушылар, бүгінгі сабаққа жақсы дайындықпен келгенді түсінуге. Нұржан қызы Дильназ 8 балл бүгінгі сабаққа. Өте жақсы. Сәрсенбаева Дана 8 балл. Айнарада 8 балл. Нұрай бүгінгі сабаққа 7 балл. Іңкәр 7 балл. Диана 10 балл. Айкөркем 8 балл. Және Смағұлова Сая бүгінгі сабақта 7 балл деген балмен бағаланды. Жақсы оқушылар, өте жақсы. Енді өзіміздің
ұялы телефоныңызды ала қойып қолдарыңызға, иә. Бүгінгі сабақтағы алған әсерлерім қалай, иә? Бүгінгі сабақ ұнады ма сіздерге? Бүгінгі сабақтың қай кезеңі ұнады сіздерге? Камераны өткізе қойып. Болды ба? Болды ма? Өте жақсы оқушылар. Сіздерге бүгінгі сабақ ұнады ма? Иә. Қай кезең ұнады оқушылар сіздерге? Сұрақтарға жауап беру. Сосын тағы да Топтық жұмыс ұнады. топтық жұмыс ұнады. Компьютерлер жұмысы. Үйге тапсырма сіздерге Ропайкю KZ сайтына әдеттегідей бүгінгі үй тапсырмасын жүктеп қойдым, иә. Келесі сабаққа дейін сол тапсырманы орындап маған жібересіздер, жақсы ма? Жақсы. Сау